қазақ тілінде сөйлеңдер деп орыстарға қадалып бүйтіп айқай-шу шығарып жүрген қазақтар. Бұлар ақы төленіп атқан, ақша төленіп атқан пропагандисттер. Мен сіздерге айтайын. Бұлар арандатушылар. Мына Мадияр деген блогер, сен қума. Көшеден орыстарды ұстап ешкім қазақша сөйле деп күштеп атқан жоқ. Біз қазақ тілін де сөйлеуді кімнен талап етеміз? Ол министр, депутаттар, мемлекеттік қызметкерлер және сауда-саттық орындары, қызмет көрсету орталығындағы адамдардан талап етіп отыр халық. Сен қазақ тілін талап еткен адамдарды жалдамалы, арандатушылар, провокаторлар деген сөзіңе жауап бере алмай қаласың. Сен шешеңе рахмет. Қазақстанда жүріп қазақ тілін талап етпесе, қай жерде талап етеміз сонда? Ал мына шетелден келген қандастар болса, оны неге айтпайсың? Олар орыс тілін білмейді ғой. Сонда олар орыс тілін білмеген үшін ешқандай қызмет ала алмай қиналып жүру керек па сонда? Нағыз арандатушы сенсің. Сен сияқтылар. Министр, депутаттар, мемлекеттік бюджеттік қызметкерлер, қызмет көрсету орындарында жұмыс жасайтын кәсіпкерлер барлығы қазақ тілінде жауап беруге, қазақ тілінде қызмет көрсетуге міндетті, және біз оны талап етеміз. Сен қазын қуа берме бекер. Ешкім көшеде біреуді ұстап қазақша сөйле деп талап етіп атқан жоқ. Егер көшеден біреуді ұстап қазақша сөйле деп талап етіп атқан адам болса, көрсетші, біз көрейік ондай адам бар ма екен. Сен көтін қыста ана майың сатып жүре бер, жақсы ма? Қазақ тілін жанашырлар сенсізде жетеді. Қазақ тілін талап ететін адамдар сенің сөзіңе бола тоқтап қалмайды. Қума сен бекер.